Бүгін кофейнядан еш кем түспейтін шу пирожныйларын дайындайтын боламыз. Ең алдымен мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Штрузелін дайындап аламыз. Ұн, қант және де сармаймызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі араласқан штрузелімізді екі кесілген пергамент бумагасының ортасына салып, барлығын бірдей етіп жайып шығамыз. Дайын болған штрузелді морозильниктің тегіс бетіне қамырымыз дайын болғанша қойып аламыз. Заварной тестасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен отқа қоюға болатын ыдысымызға су, сүт және де сары май қосып, бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң үстіне ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Массамыз қоюланғаннан кейін отты өшіріп, қамырды басқа ыдысқа салып суытып аламыз. Содан соң әр жұмыртқаны қосқан сайын миксерлеп біркелкі масса жасап аламыз. Басында жұмыртқаны қосып бастаған кезде осындай біркелкі емес іртік-іртік теста шығуы мүмкін, бірақ та оны 2-3 минуттай араластырған соң біркелкі массаға айналады. Мінекей видеодағыдай крем сияқты қамыр шығады. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Содан соң арнайы кондитерлік қалташаға қамырымызды саламыз. Бұндай кондитерлік қалташа болмаса, үйдегі салафанға салып та жасай берулеріңізге болады. Духовканың листына пергамент бумагасын төсеп, қамырымызды аз-аздан отырғызып шығамыз. Қамырда құйған кезде барлығы біркелкі болмауы мүмкін, бірақ та ештеңе етпейді. Піскен кезде барлығының формасы бірдей болады. Енді морозильникке қатырып қойған штрузелімізді аламыз және де дәл осы қамырдың көлеміндей етіп кесіп шығамыз. Штрузелмен жұмыс істеген кезде абайлап жұмыс істеу қажет. Осылай кесіп алғаннан кейін пышақтың көмегімен алып, қамырдың үстіне қоямыз. Штрузел өте тез ериді, сондықтан онымен жылдамырақ жұмыс істеген абзал. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге алдымен 15 минутқа қоямыз. Содан соң градусын 160 градусқа қойып, тағы да 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Отымызды қосып, ыдысқа сүт, жұмыртқа, шым-шым тұз, қант және де крахмал қосып, барлығын араластырып аламыз. Қою массаға айналғанша шамамен 4-5 минуттай араластырып отырамыз. Видеода байқағандарыңыздай массамыз қоюланып бастады. Осы кезде қаттырақ араластыру қажет.
Массамыз қоюланғаннан кейін отты өшіріп, сармайымызды қосып тағы да сармай ерігенше араластырамыз. Енді дайын массаны басқа ыдысқа саламыз. Бетіне пищевая пленка немесе салафан төсеп, суығанын күтеміз. Дайын болған печеньелерімізді тесіп шығамыз. Және де тескен жеріне кремімізді құямыз. Мінекей, осымен біздің шу пирожныйларымыз дайын болды. Сіздерге тегін мастер-класс десем де болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді болып шығады. Тіпті қонақ күтетін кезде де осы тәттіні дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде үйде дайындап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.